Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс. Олардың байлығы таңғалдырады. Бірақ тарихта бұлардың бәрінен де бай болған адамдар өмір сүргенін білесіз бе? Олардың бірі бір ғана сапарында қарапайым адамдарға сонша көп алтын таратқан. Бүтін бір мемлекеттің экономикасы өзгеріп кеткен. Екіншісі патшаларға қарыз берген. Ал тағы бірі әлемдегі мұнайдың шамамен 90%-ын бақылаған. Олардың кейбірінің байлығын бүгінгі ақшамен есептегенде жүздеген миллиард емес, тіпті триллиондаған доллармен салыстырады. Ендеше, қазіргі миллиардерлерден де бай болған тарихтағы ең бай 10 адаммен танысайық. Сіз арнаға жазылып, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Кеттік. 10-шы орын. Уильям I жаулап алушы. 1066 жыл. Франциядан келген бір герцог Англияға небәрі бірнеше мың сарбазбен шабуыл жасайды. Ешкім оның жеңетініне сенбеді. Бірақ бірнеше айдың ішінде ол бүкіл Англияны бағындырып тарихтағы ең бай адамдардың біріне айналды. Бұл адам Уильям I жаулап алушы. 1066 жылы болған Гастингс шайқасында ол ағылшын королі Гарольд II жеңіп, Англия тағына отырды. Бірақ оның нағыз байлығы таққа отырғаннан кейін басталды. Уильям Англиядағы жердің шамамен 5-тен 1 бөлігін өз меншігіне айналдырып, қалғанын өзіне адал рыцарьларына үлестірді. Алайда олар да бұл жердің толық иесі болған жоқ. Қалаған уақытында король жерді қайта тартып ала алатын. Сол кездегі заң бойынша бүкіл жердің жоғарғы иесі король болды. Яғни, елдегі ең құнарлы егістік, орман, жайылым, қала мен қамалдардың бәрі оның бақылауында еді. 1086 жылы Уильям бүкіл Англиядағы әрбір жерді, әр үйді, әр малды, тіпті қанша диірмен бар екенін де есептетіп шықты. Бұл құжат тарихта Domesday Book деген атпен белгілі. Көп адам оны әлемдегі алғашқы толық ұлттық санақтардың бірі деп есептейді. Осының арқасында ол елден қанша салық түсетінін дәл біліп отырды. Сол заман үшін бұл бұрын соңды болмаған басқару жүйесі еді. Бірақ қарапайым халық үшін өмір оңай болған жоқ. Көптеген шаруалар өз жерінен айырылып, феодалдарға тәуелді болды. Олар ауыр салық төлеп, аптаның бірнеше күнін қожайынының жерінде тегін жұмыс істеуге міндеттелді. Кейде өздері өсірген астықтың едәуір бөлігінде салық ретінде өткізуге тура келетін. Уильям аңшылықты ерекше жақсы көрген. Ол алып орман алқаптарын патшалық аңшылық аймағы деп жариялап, қарапайым адамдарға ол жерлерде аң аулауға тыйым салды. Тіпті бір бұғыны заңсыз өлтірген адам қатаң жазаға тартылатын. Тарихшылардың бағалауынша, Уильямның байлығы қазіргі ақшамен шамамен 230-дан 250-ге дейін миллиард ақш долларына тең болған. Бұл оны адамзат тарихындағы ең бай адамдардың қатарына қосады. Уильям өлгеннен кейін оның жерлеуі де өте оғаш өтті. Жерлеу рәсімі кезінде оның денесі табытқа сыймай қалған туралы ортағасырлық шежірелерде жазылған. Табытты күштеп жапқанда жағымсыз иіс тарап, рәсімге келген адамдардың көбі сыртқа шығып кеткен деген дерек бар. Ол артында алтын мен жерге толы алып мұра қалдырды. Бірақ бірнеше жыл өтпей-ақ бұл байлық үшін өз ұлдары бір-бірімен соғыса бастады. Бұл тағы бір шындықты көрсетеді. Халықты жылатып алынған орасан зор байлық әрдайым тыныштық әкелмейді. 9-шы орын Шэньцзун, Сун әулетінің императоры. Елестетіп көрміші, бір ғана адамның қол астындағы мемлекет сол кездегі бүкіл әлемдегі байлықтың 4-тен 1-не жуық бөлігін өндірген. Бұл жай ғана патша емес. Әлемдегі ең қуатты императорлардың бірі еді. Ол Қытайдағы Сун әулетінің императоры Шэньцзун. 11-ші ғасырда Еуропаның көп бөлігінде адамдар ағаш үйлерде өмір сүріп, қолмен егін егіп жүргенде, Қытайда алып қалалар, көпірлер, темір өндірісі мен қағаз ақша қолданылып жатқан. Шэньцзун билікке келген кезде Қытай әлемдегі ең бай мемлекеттердің бірі болды. Елде жібек, шай, фарфор және темір өндірісі қарқынды дамыды. Саудагерлер тауарларын мыңдаған шақырымға тасымалдап, мемлекет қазынасына орасан зор салық түсірді. Кейбір тарихшылардың бағалауынша, сол кездегі Сун әулетінің экономикасы бүкіл әлем экономикасының шамамен 25-тен 30%-ға дейін құраған. Бұл бүгінгі таңда ақш пен Қытайдың экономикасын бірге қосқанмен шамалас деңгей. Бірақ мұндай байлық барлық адамға бірдей бұйырған жоқ. Қарапайым шаруалар таңнан кешке дейін күріш егіп, ауыр салық төледі. Ал үлкен қалаларда бай саудагерлер жібек киіп, сәнді үйлерде өмір сүрді. Яғни бай мен кедейдің айырмашылығы өте үлкен болған. Шэньцзун мемлекетті одан әрі күшейту үшін жаңа заңдар енгізіп, шаруаларға төмен пайызбен несие беруге тырысты.
Бірақ бұл реформалар бәріне ұнай қойған жоқ. Кейбір шенеуніктер қарсы шығып, ел ішінде үлкен саяси тартыстар басталды. Шэн Цзунның жеке байлығын бәл есептеу мүмкін емес. Өйткені ол тұтас империяның байлығын басқарды. Сондықтан кейбір зерттеушілер оны тарихтағы ең бай адамдардың қатарына қосады. 1085 жылы Шэн Цзун қайтыс болғаннан кейін, оның байлығы бір адамға емес, Сун әулетіне қалды. Таққа оның небәрі 9 жастағы ұлы Чжэ Цзун отырды. Жас болғандықтан алғашқы жылдары мемлекетті оның әжесі мен сарай шенеуніктері басқарды. Бірақ Шэн Цзун қайтыс болғаннан кейін, оның бастаған реформаларының көбі тоқтатылды. Сарайдағы ықпалды топтар билік үшін тартысып, мемлекет ішінде саяси қақтығыстар күшейді. Шэн Цзунның байлығы алтынға толы сандықтар ғана емес еді. Оның ең үлкен байлығы әлемдегі ең қуатты экономиканы басқаруы болды. Сондықтан ол қайтыс болған соң, бұл байлық жаңа императордың қарамағына өтті. Ол императордың жеке меншігі емес, мемлекеттің қазынасы ретінде сақталды. Бір кезде әлем экономикасының үлкен бөлігін басқарған Сун әулеті кейін әлсіреп, 13 ғасырда моңғол шапқыншылығы кезінде құлады. Осылайша ғасырлар бойы жиналған орасан зор байлықтың көп бөлігі соғыстар мен билік ауысулары барысында жоғалып, немесе жаңа билеушілердің қолына өтті. Бірақ келесі орында тұрған адам мемлекетті емес, өз қолымен құрған Банк империясының арқасында орасан байлыққа жетті. Оның ақшасы тіпті Европаның патшаларына да қарызға берілген. 8-ші орын. Якоб Фугер. Елестетіп көріңізші. Бір адамның ақшасы соншалық көп болды, тіпті патшалар мен императорлар одан қарыз сұраған. Бұл адам Якоб Фугер. Ол 1459 жылы Германияда дүниеге келді. Алғашында қарапайым саудагердің ұлы болғанымен, кейін әлемдегі ең бай банкирге айналды. Фугер жай ғана ақша жинаған жоқ. Ол алтын, күміс және мыс кеніштерін сатып алып, Европадағы ең ірі банк жүйесін құрды. Кейін Европаның ең ықпалды патшалары мен билеушілеріне миллиондаған алтын қарызға берді. 1519 жылы қасиетті Рим империясының императоры болатын Карл V сайлауда жеңу үшін өте көп ақша қажет болды. Сол кезде Якоб Фугер оған орасан зор несие беріп, оның император болуына көмектесті. Кейбір тарихшылар, егер Фугердің ақшасы болмағанда, Карл V император болмас еді дейді. Қазіргі есеппен оның байлығы шамамен 400 миллиард доллардан астам болған деп бағаланады. Бұл оны тарихтағы ең бай адамдардың қатарына қосады. Бірақ сол кезде қарапайым халықтың өмірі өте ауыр еді. Көптеген адамдар егін егіп, ауыр еңбекпен күн көрді. Ал кейбірі өмір бойы қарызын өтей алмай өтті. Ал Фугердің байлығы күн сайын арта берді. Соған қарамастан ол кедейлерге арналған Фугерай атты тұрғын ауданын салдырды. Бұл аудан бүгінге дейін Германияда бар және әлемдегі ең көне әлеуметтік тұрғын үй кешені саналады. 1525 жылы Фугер қайтыс болғанда, оның байлығы балаларына емес, Фугер әулетіне өтті. Себебі оның өз баласы болмаған. Оның ағасының ұлдары банкты, шахталарды және сауда империясын басқаруды жалғастырды. Фугерлер әулеті Европада тағы бірнеше ғасыр бойы аса ықпалды әрі бай әулет болып қала берді. Якоб Фугер тек бай адам емес, патшаларға ақша берген банкир ретінде тарихта қалды. Бірақ келесі орында тұрған адамның байлығы тұтас Рим империясының қазынасымен теңестірілді. Ол бүкіл әлемнің ең қуатты мемлекетінің байлығын басқарды. 7-ші орын. Август Октавиан. Тарихта кейбір адамдардың байлығы алтынмен емес, тұтас империямен өлшенген. Солардың бірі Римнің алғашқы императоры Август Октавиан. Біздің заманымызға дейін 31 жылы ол Клеопатра мен Марк Антонийді жеңіп, Египетті Римге қосты. Осы жеңістен кейін Римнің қазынасына бұрын-соңды болмаған байлық құйыла бастады. Египеттен алтын мен астық, Испаниядан күміс, Үндістаннан дәмдеуіштер, Қытайдан жібек үздіксіз жеткізіліп тұрды. Жерорта теңізіндегі негізгі сауда жолдарының барлығы дерлік Римнің бақылауына өтті. Тарихшылардың бағалауынша, Август билік еткен кезде Рим империясы әлем экономикасының 25-тен 30%-ға дейін пайызын бақылаған. Сондықтан оның иелігіндегі байлық қазіргі есеппен 4-тен 5-ке дейін триллион доллармен салыстырылады. Август халыққа тегін астық таратып, алып жолдар, көпірлер, акведуктер мен мәрмәр сарайлар салдырды. Оның тұсында Рим бұрынғыдан да бай әрі қуатты қалаға айналды. Өлерінің алдында Август: "Мен Римді кірпіш қала ретінде қабылдап алдым, ал мәрмәр қала ретінде қалдырдым" деген әйгілі сөз айтқан.
Август салған ғимараттар. Август форумы. Римде әлі күнге дейін қирандылары сақталған. Марс кек алушы ғибадатханасы. Август салдырған, бүгін оның қалдықтары бар. Август мавзолейі. Өзі жерленген алып кесене. Ол қазірде Римде тұр және қалпына келтірілген. Арапачис. Августтың ең жақсы сақталған ескерткіштерінің бірі. Оны бүгінде көруге болады. 14 жылы Август қайтыс болған соң, оның билігімен Рим қазынасы асырап алған ұлы Тиберийге өтті. Ал өзі құрған Рим империясы тағы бірнеше ғасыр бойы әлемдегі ең қуатты мемлекеттердің бірі болып қала берді. Бірақ келесі адамның жеке қазынасында алтын, гауһар тастар мен асыл бұйымдар соншалық көп болғандықтан, оны 20 ғасырдың ең бай адамы деп атаған. 6 орын Мир Осман Әли хан. 20 ғасырда өмір сүрген бұл адамды бір кездері бүкіл әлем жер бетіндегі ең бай адам деп атаған. Оның жеке қазынасында алтын, күміс, гауһар тастар мен асыл әшекейлердің саны соншалық, оны санауға бірнеше күн кететін деген әңгімелер тараған. Бұл адам Мир Осман Әли хан. Үндістандағы Хайдарабад мемлекетінің соңғы низамы. Ол билік еткен кезде Хайдарабад әлемдегі ең бай князьдіктердің бірі болды. Мемлекеттің байлығы негізінен алмас кендері, алтын, сауда және салықтан жиналды. 1937 жылы әлемге әйгілі Time журналы оның суретін мұхабасына шығарып, әлемдегі ең бай адам деп жариялады. Оның қазынасында Якоб гауһары болған. Салмағы 184 караттан асатын бұл алып алмас, бүгінде әлемдегі ең ірі гауһарлардың бірі саналады. Аңыз бойынша Мир Осман Әли хан оның шын құнын білмей, бірнеше жыл бойы оны үстелінде қағаз бастырғыш ретінде пайдаланып жүрген. Мир Осман Әли хан көптеген аурухана, мектеп және университет салуға қаржы бөлді. Оның көмегімен құрылған оқу орындарының кейбірі бүгінге дейін жұмыс істейді. 1948 жылы Хайдарабад Үндістан құрамына қосылғаннан кейін оның билігі аяқталды. Байлығының бір бөлігі мемлекетке өтті, ал қалған мұрасы ұрпақтарына қалды. Бүгінде оның көптеген қазыналары мұражайларда сақтаулы. 5 орын Маркус Лициний Крас. Тарихтағы ең бай римдіктердің бірі өз байлығын соғыстан емес, басқалардың бақытсыздығынан жинаған. Бұл адам Маркус Лициний Крас. Крас ежелгі Римде өмір сүрді. Ол бастапқыда қарапайым ақсүйек болғанымен, кейін Римдегі ең бай адамға айналды. Ол өте ерекше жолмен байды. Ежелгі Римде үлкен өрттер жиі болатын. Крастың жүздеген өрт сөндірушіден тұратын жеке жасағы болған. Бірақ олар үйді бірден өшірмейтін. Алдымен Крас өртеніп жатқан үйдің иесіне барып, үйінді өте арзан бағаға маған сат. Сонда ғана өртті сөндіремін, деп ұсыныс жасайтын. Амал қалмаған адамдар келісетін. Үй сатылғаннан кейін ғана оның адамдары өртті өшіретін. Осылайша Крас Римдегі жүздеген үй мен жердің иесіне айналды. Ол тек үйлерден ғана емес, күміс кеніштерінен, құл саудасынан және алып жер иеліктерінен де мол табыс тапты. Біздің заманымызға дейін 71 жылы атақты құлдар көтерілісінің басшысы Спартак жеңілгеннен кейін, Крас бүлікке қатысқан шамамен 6000 құлды Римге апаратын жолдың бойына айқышқа шегелеткен. Бұл Рим тарихындағы ең қатыгез жазалардың бірі болып саналады. Тарихшылардың бағалауынша, оның байлығы қазіргі ақшаға шаққанда шамамен 200 миллиард доллардан асқан. Бірақ оның өмірінің соңы өте қайғылы аяқталды. Парфиямен болған соғыста Крас тұтқынға түсіп қаза тапты. Аңыз бойынша, парфиялықтар оның алтынға деген ашкөздігін келемеждеу үшін аузына балқытылған алтын құйған. Бұл оқиға ежелгі дерек көздерде кездеседі. Бірақ қазіргі тарихшылар оның нақты болғанына толық сенімді емес. Крас артында орасан зор байлық қалдырды. Оның мұрасының негізгі бөлігі ұлы Публий Лициний Крас соғыста ертерек қаза тапқандықтан отбасы арқылы жалғасқанымен, кейін азаматтық соғыстар кезінде әулеттің ықпалы әлсіреді. 4 орын Акбар I. 16 ғасырда өмір сүрген бұл адамның қол астындағы мемлекет соншалық бай болды. Тіпті кейбір тарихшылар оны сол дәуірдегі әлемдегі ең бай билеуші деп атайды. Бұл адам Акбар I. Акбар небәрі 13 жасында Үндістандағы Могол империясының тағына отырды. Көпшілік оның ұзақ билік ете алмайтынына сенді. Бірақ бірнеше 10 жылдықтың ішінде ол Үндістан тарихындағы ең ұлы императорлардың біріне айналды. Акбар жаңа жерлерді бағындырып қана қоймай,
сауда мен ауыл шаруашылығын дамытты. Оның тұсында Үндістаннан мақта, жібек, дәмдеуіштер, асыл тастар және басқа да қымбат тауарлар әлемнің көптеген еліне сатылды. Мемлекет қазынасына жыл сайын орасан зор салық түсіп отырды. Тарихшылардың бағалауынша, Акбар билік еткен кезде Могол империясы әлем экономикасының шамамен 24-тен 25-ке дейін пайызын өндірген. Бұл қазіргі көптеген ірі мемлекеттердің экономикасынан да үлкен үлес. Қарапайым халық негізінен егіншілікпен айналысты. Акбар салық жүйесін өзгертіп, шаруалардың нақты өнім көлеміне қарай салық төлеуіне мүмкіндік берді. Бұл бұрынғы жүйемен салыстырғанда көптеген адамдардың тұрмысын жеңілдетті. Акбардың сарайында 5 мыңнан астам піл, мыңдаған жылқы және жүздеген гепард болған деген деректер бар. Ал оның сарайлары алтынмен, мәрмәрмен және асыл тастармен безендірілген. Бүгінде тарихшылар Акбардың бақылауындағы байлықты қазіргі ақшаға шаққанда шамамен 2-ден 2,5 триллион доллармен салыстырады. Бұл оның жеке қалтасындағы ақша емес, бүкіл Могол империясының экономикасы мен ресурстарының шамаланған құны. 1605 жылы Акбар қайтыс болғаннан кейін, оның тағы мен империясының байлығы ұлы Жаһангирге өтті. Ал өзі құрған қуатты мемлекет тағы бір ғасыр бойы әлемдегі ең бай империялардың бірі болып қала берді. Бірақ келесі адамның байлығы бұдан да асып түсті. 3-ші орын – Эндрю Карнеги. Бұл адам кедей отбасында дүниеге келді. Бірақ өмірінің соңына қарай тарихтағы ең бай кәсіпкерлердің біріне айналды. Бұл Эндрю Карнеги. Карнеги 1835 жылы Шотландияда дүниеге келген. Отбасы кедей болғандықтан, ол бала кезінде ата-анасымен бірге Америкаға көшті. Алғашқы жұмысы мақта фабрикасында еді. Ол күніне 12 сағаттан артық жұмыс істеп, аптасына небәрі $1.20 табатын. Бірақ Карнеги ешқашан оқуды тоқтатпады. Бос уақытында кітапханаға барып, кәсіпкерлік пен инвестиция туралы кітаптарды үздіксіз оқыды. Кейін ол теміржол саласына инвестиция салып, ең үлкен мүмкіндіктің болат өндірісінде екенін түсінді. Ол Carnegie Steel компаниясын құрды. Оның зауыттары көпірлерге, теміржолдарға, зәулім ғимараттарға және кемелерге қажет болатты өндірді. 1901 жылы Carnegie өз компаниясын сол кездегі рекордтық бағаға $480 миллион сатты. Бұл қазіргі есеппен жүздеген миллиард долларға тең. Тарихшылардың бағалауынша, оның байлығы қазіргі ақшаға шаққанда $300 миллиард астам болған. Сол себепті ол адамзат тарихындағы ең бай кәсіпкерлердің бірі саналады. Байлығының көп бөлігін өзіне қалдырған жоқ. Ол бай болып өлген адам, ұятпен өлген адам деген әйгілі сөз айтқан. Осы ұстаныммен ол байлығының 90%-дан астамын қайырымдылыққа жұмсады. Карнегидің қаржысына әлемнің көптеген елінде 2500-ден астам кітапхана, университеттер, мұражайлар және ғылыми орталықтар салынды. Олардың бірқатары бүгінге дейін жұмыс істейді. 1919 жылы Эндрю Карнеги қайтыс болғанда, оның отбасы байлықтың аз ғана бөлігін мұраға алды. Ал негізгі капиталы қайырымдылық қорларына беріліп, білім мен ғылымның дамуына жұмсалды. Бірақ келесі адамның байлығы Карнегиден де асып түсті. Ол мұнайдан алып империя құрған. 2-ші орын – Джон Дэвисон Рокфеллер. Тарихтағы ең бай кәсіпкердің байлығы соншалық, бір кезде Америкада өндірілген мұнайдың шамамен 90% оның бақылауында болды. Бұл адам Джон Дэвисон Рокфеллер. Рокфеллер 1839 жылы қарапайым отбасында дүниеге келді. Жас кезінен-ақ әрбір тапқан тиынын есептеп, ақшасын үнемдеп жүретін. Ол алғашқы табысын небәрі 16 жасында бухгалтер болып жұмыс істеп тапқан. 1863 жылы ол мұнай саласына инвестиция салды. Бірнеше жыл ішінде Standard Oil компаниясын құрып, бәсекелестерін біртіндеп сатып ала бастады. Көп ұзамай ақш-тағы мұнай өңдеу зауыттарының басым бөлігі оның компаниясына қарады. 1880 жылдарға қарай Standard Oil Америкадағы мұнай өндірісінің және өңдеуінің шамамен 90%-ын бақылап отырды. Ол кезде шамдар, пойыздар, зауыттар мен көптеген өндіріс мұнайға тәуелдеді. Сондықтан Рокфеллердің байлығы күн сайын арта түсті. Тарихшылардың бағалауынша, Рокфеллердің байлығы қазіргі ақшаға шаққанда $400 миллиард астам болған. Кейбір есептеулерде бұл көрсеткіш бұдан да жоғары деп айтылады.
Сол кезде Америкада көптеген жұмысшылар ауыр жағдайда еңбек етті. Ал Рокфеллер жаңа технологияларға инвестиция салып, өндірісті тиімдете отырып, орасан зор табыс тапты. 1911 жылы ақш үкіметі оның компаниясын тым ірі монополия деп танып, Standard Oil'ды 34 бөлек компанияға бөлді. Кейін осы компаниялардың арасынан Exxon, Mobil және Chevron сияқты алып мұнай компаниялары шықты. Рокфеллер байлығының көп бөлігін қайырымдылыққа жұмсады. Ол университеттерді, ауруханаларды, ғылыми зерттеулерді қаржыландырып, медицина мен білімнің дамуына миллиардтаған қаржы бөлді. 1937 жылы Рокфеллер қайтыс болғаннан кейін оның байлығы мұрагерлеріне және өзі құрған қайырымдылық қорларына өтті. Ал оның отбасы бірнеше ұрпақ бойы ақштың ең ықпалды әулеттерінің бірі болып қалды. Бірақ Рокфеллердің өзі де бір адамнан бай бола алмады. Ол қажылыққа шыққанда жүздеген түйеге алтын арттырып, жол бойында сонша алтын таратқандықтан кейбір қалаларда алтынның бағасы бірнеше жылға дейін төмендеп кеткен. Бірінші орын. Манса Муса. Тарихтағы ең бай адам кім? Көпшілік Илон Маск немесе Рокфеллер деп ойлайды. Бірақ неше есе бай болған адам өмір сүрген. Бұл адам Манса Муса. 14 ғасырдағы Мали империясының билеушісі. Ол Батыс Африкадағы сол кездегі әлемдегі ең ірі алтын кеніштерін бақылаған. Ол кезде дүние жүзіндегі алтынның едәуір бөлігі дәл Мали жерінен өндірілген. Сондықтан Манса Мусаның байлығы шексіз дерлік болған. 1324 жылы Манса Муса Меккеге қажылыққа аттанды. Бірақ бұл қарапайым сапар емес еді. Оның керуенінде шамамен 60 мың адам, мыңдаған қызметші мен сарбаз болған. Жүздеген түйенің әрқайсысы ондаған килограмм алтын көтеріп жүрген деген деректер бар. Жол бойында Манса Муса кедейлерге, саудагерлерге және мешіттерге соншалық көп алтын таратқандықтан, Мысырдың Каир қаласында алтынның құны бірнеше жылға дейін төмендеп кеткен. Кейбір тарихшылар бұл оқиғаны әлем тарихындағы ең ірі экономикалық әсерлердің бірі деп санайды. Бүгінгі тарихшылар оның нақты байлығын есептеу мүмкін емес дейді. Себебі оның иелігіндегі алтынның көлемі соншалық, қазіргі ақшаға дәл аудару мүмкін емес. Сондықтан Манса Муса көбіне адамзат тарихындағы ең бай адам деп аталады. Манса Муса тек байлық жинаған жоқ. Ол көптеген мешіттер, медреселер мен кітапханалар салдырды. Әсіресе Тимбукту қаласы оның тұсында Африкадағы ең ірі ғылым мен білім орталықтарының біріне айналды. Сол жерге әлемнің түкпір-түкпірінен ғалымдар келіп білім алған. Манса Муса қайтыс болғаннан кейін, оның ұрпақтары алып империяны бұрынғыдай ұстап тұра алмады. Бірнеше 10 жылдықтан соң Мали империясы әлсіреп, бұрынғы байлығы мен ықпалынан айырылды. Манса Мусаның есімі арада 7 ғасыр өтсе де ұмытылған жоқ. Бүгінде тарихшылар оны барлық уақыттағы ең бай адам деп атайды. Оның байлығының нақты мөлшерін ешкім есептей алмайды. Бірақ бір нәрсе анық. Адамзат тарихында оның дәулетіне тең келетін адам әлі болған жоқ. Сіз осы адамдардың қайсысы туралы бұрыннан білетін едіңіз? Пікірге жазыңыз. Ал тарихтағы тағы қандай қызықты адамдар туралы видео көргіңіз келеді? Арнағаға жазылуды ұмытпаңыз.